Сынып 22-ші сабақты өтеміз. Оң көлеміндегі сандарды қосу және азайту. Бірінші тапсырма балаларға сурет бойынша сандардың қосындысы мен айырмасын құрастыруға көмектеседі. Яғни бізде мына жерде қызыл жапырақтар 3-ге және сары жапырақты санайтын болсақ 1, 2, 3, 4, 5. Енді 3-ке 5-ті қосамыз. 3 қызыл жапыраққа, сары 5 жапырақты қосатын болсақ, бізде мәні 8-ге тең болады. Яғни мына жерге 3 қосу 5 тең 8 деп жазсақ болады. Келесінде қосындылардың мәнін ауыстырамыз. 5 пен 3 деп жазамыз. Сонда мәні 8-ге тең болады. Келесі 8-ден 3-ті азайтсақ 5-ге тең, 8-ден 5-ті азайтсақ 3-ке тең болады мәні. Енді келесінде бізде 1, 2, 3, 4, 5, 6 гүл бар. Оған тағы 2 гүлді қосамыз деп тұр. Сары гүлді қосамыз. Сонда 6 қосу 2, 8-ге тең болады. Келесі қосындылардың мәнін ауыстырып жазамыз. 2 мен 6-ны қоссақ 8-ге тең. Келесі 8-ден 2-ні азайтамыз. 6-ға тең болады. Келесі 8-ден 6-ны азайтқанда 2-ге тең болады мәні. Келесі тапсырма есепте дейді. Бізде әр жапырақтарды қосып азайтқанда жауабы неше шығады дейді. Әр жапырақта бізде сандар көрсетілген, сол сандарға байланысты істейміз. Біріншісінде 1 қосу 3, 4 болады. 4-ке 5-ті қосамыз, 9. 9-дан 6-ны азайтсақ 3-ке тең, 3-ке 3-ті қоссақ 6, және 6-ға 4-ті қосатын болсақ, бізде мәні 10-ға тең болады. Келесі 10-нан 8-ті азайтамыз 2-ге тең, 2-ні 6-ға қосатын болсақ 8-ге тең болады. 8-ден 4-ті азайтсақ 4, 4-ден 4-ті азайтсақ 0 болады мына жерде. Енді 0-ге 9-ті қосатын болсақ 9-ға тең болады. Сонда мәні 9-ға тең болады. Келесі тапсырма сандардың құрамын есіңе түсір дейді. Яғни бізде 8 санын қандай қосылғыштарға жүктесек, жауабы 8 шығады деп тұр. Яғни бізде 1-ті 7-ге қосақ, 2-ні 6-ға, 3-ті 5-ге, 4-ті 4-ге, 5-ті 3-ге, 6-ны 2-ге, 7-ні 1-ге қоссақ, бізде мәні 8-ге тең болады барлығында. Енді келесі 9 санын есептейік. 9 санын құрамына 1 мен 8, 2 мен 7, 3 мен 6, 4 мен 5, 5 мен 4, 6 мен 3, 7 мен 2, және 8 мен 1 сандары кіреді. Осыларды осындай қосылғыштарға жіктеп жазамыз. Енді келесі 10 саны бізде 1-ге 9 қосамыз, 2-ге 8-ті, 3-ге 7-ні, 4-ге 6-ны, 5-ге 5-ті қосамыз, 6-ға 4-ті, 7-ге 3-ті, 8-ге 2-ні, 9-ға 1-ті қосамыз. Яғни бұл жерде бізде мысалы 10 санын 1-ден 9-ға дейін жазып аламыз. Мына жерде 1-ден 9-ға дейін бірінші цифралары осындай болады. Ал келесі бізде керісінше жазсақ болады. Яғни керісінше жазып шығамыз. Яғни 9-дан 1-ге дейін керісінше жазып қосып шығатын болсақ, бізде мәні 10-ға тең болады әрқайсында. Мына жерде де бізде мысалы 6 саны болатын болсақ, осыны 1-ден 5-ге дейін жазамыз. Кейін 1 сан азайтып жазатын болсақ, бізде мәні 6-ға тең болады. 1 санды қосып жазамыз соны. Келесі екінші қосылғышта бізде 5-ден 1-ге дейін қосып шығамыз. Сонда барлығының мәні бізде 6-ға тең болады. Енді келесі тапсырма екінші қосылғышты алу үшін текшені лақтыр. Мысалдар құрастыр және есепте деп тұр. Яғни бізде бірінші қосылғышымыз 1, 2, 3, 4 болатын болса, екінші қосылғышты және қосындының мәнін табуымыз керек. Екінші қосылғышты өзіміз ойша есептейміз. Яғни екінші қосылғышты мысалы текшені мынаны Айдос, мынаны Әлия деп алатын болсақ, Айдос текшені лақтырған кезде бізде 1 саны шығатын болса, Әлия бізде текшені лақтырғанда екінші рет лақтырды Айдос, сонда 3 шықса, бізде барлығы 4 шығады. Яғни мына жерде 3 және қосындының мәні 4-ке тең болады. Енді екінші қосылғыш дегеніміз, ол бізде екінші рет текшені лақтырған. Сонда 5, мысалы 5 шықты текшеде. Сонда мәні 7-ке тең болады. Келесінде 4 шығатын болса, екінші рет лақтырған кезде мәні 7-ге тең болады. Келесі біріншісінде 4 шықты, ал екіншісінде 6 шығатын болса, мәні 10-ға тең болады.